Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Галия Нурали. Бүгін сіздермен дастархандарыңыздың сәні болатын құрамы өте қарапайым салат жасайтын боламыз. Салатымызды жасау үшін бізге 1 қияр, 2 қызанақ, 2 картоп, жүгері және майонез керек. Ең алдымен картопымызды ұзынша етіп үкіштен өткізіп алып, салқын суда жақсылап, крахмалын кетіріп, жуып аламыз. 1 қасық тұз салып, 10 минуттай қойып қоямыз. Картопымызға тұз сіңемдегенше көкөністерімізді кубиктап турап шығамыз. Картопымызды судан алып, құрғақ майлықтың үстіне жайып шығамыз. Қуыратын майды жақсылап қыздырып аламыз. Сол кезде біздің картопымыз майсыз қытырлақ болып піседі. Салатқа керек барлық заттарымыз дайын болды. Енді салатты жинаймыз. Оңай әрі тез дайындалатын салатты үйде жасап көруге барлықтарыңызға кеңес беремін. Рецепттерім ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.